Көпшілік тәттінің бәрін денсаулыққа зиян деп ойлайды. Қант, артық салмақ, диабет, жүрек аурулары, мұның бәрі көбіне тәттімен байланыстырылады. Бірақ шын мәнінде барлық тәтті бірдей зиян емес. Табиғи әрі пайдалы тәттілер бар. Олар ағзаға қуат беріп қана қоймай, жүрекке, миға, иммунитетке және жалпы денсаулыққа оң әсер етеді. Ең бастысы қандай тәттіні, қанша мөлшерде және қалай тұтынатыныңыз. Табиғи өнімдерден алынған тәттілер кей жағдайда ағзаны нығайтып, қартаю процесін баяулатуға да көмектеседі. Сондықтан тәттіден толықтай бас тарту міндетті емес. Маңыздысы дұрыс таңдау жасау. Бүгін біз денсаулыққа пайдалы тәттілер туралы толық айтып, олардың ағзаға қалай әсер ететінін қарастырамыз. Сонымен қатар, көпшілік біле бермейтін ерекше пайдалы тәтті туралы да сөз болады. Көп адам тәтті жеген кезде тек зиянын ғана ойлайды. Alle tabe tatum därumendal, maternerdal, rullet pol skvaldepor, luskantli peskovepul sasraisis. Олар дұрыс мөлшерде тұтынылса, денсаулыққа пайда әкеледі. Мысалы, табиғи жемістер мен кептірілген жемістер тәттіге деген қажеттілікті азайтып, энергия деңгейін көтереді. Кейбір тәттілер жүрек жұмысын жақсартып, қан тамырларын қорғайды. Ал кейбірі иммундық жүйені нығайтып, ас қорыту жүйесін жақсартады. Сондықтан тәттіден қорқудың орнына оның сапасына назар аудару әлдеқайда маңызды. Бірінші пайдалы тәтті – алма. Алма табиғаттың ең қолжетімді әрі пайдалы сыйларының бірі. Оның құрамында пектин деп аталатын ерігіш талшық бар. Бұл зат қандағы жаман холестерин деңгейін төмендетуге көмектеседі. Сонымен қатар алма жүрек қан тамырлары жүйесін қорғайды, қан қысымын тұрақтандырады және ас қорыту жүйесін жақсартады. Алмада С дәрумені, калий және көптеген антиоксиданттар бар. Олар терінің саулығын сақтап, иммунитетті нығайтады және ми қызметін қолдайды. Себебі сорттың өзіндік корректік ерекшеліктері болады. Екінші бан. Банан табиғи тәтті ретінде кең таралған. Оның құрамында калий, магний, кальций және фосфор мол. Бұл минералдар жүрек жұмысына, бұлшықет қызметіне және жүйке жүйесіне пайдалы әсер етеді. Банан тез қуат береді, сондықтан шаршаған кезде немесе физикалық жүктемеден кейін өте пайдалы. Сонымен қатар банан серотонин өндірілуіне көмектеседі. Бұл көңіл күйді жақсартып, күйзелісті азайтады. Банан ағзадағы энергияны тез қалпына келтіретін тиімді өнімдердің бірі. Үшінші пайдалы тәттілер қатарына жидектер жатады. Құлпынай, таңқурай, қарақат, шие, көкжидек және басқа да жидектер табиғи антиоксиданттарға өте бай. Олар жасушаларды зақымданудан қорғайды, қартаю процесін баяулатады және күшейтеді. Жидектердің құрамындағы С дәрумені тері саулығын жақсартады, қан тамырларының серпімділігін сақтайды және қабыну процестерін азайтады. Сонымен қатар олардың калориясы төмен болғандықтан артық салмақтан қорқатын адамдар үшін тамаша таңдау. Төртінші орында мейіз. Кептірілген жүзім табиғи қанттың көзі болғанымен, оның құрамында темір, калий және антиоксиданттар бар. Мейіз шаршауды азайтып, ағзаны қуаттандырады. Ол жүйке жүйесін қолдап, стресспен күресуге көмектеседі. Ас қорыту жүйесін жақсартып, ішек жұмысын белсендіреді. Бірақ мейіз өте тәтті болғандықтан мөлшерін бақылау қажет. Бесінші пайдалы тәтті бал. Бал ежелден табиғи емдік өнім ретінде қолданылып келеді. Оның құрамында ферменттер, антиоксиданттар, дәрумендер мен минералдар бар. Бал иммунитетті күшейтіп, ағзаның қалпына келуіне көмектеседі. Суық тию кезінде де пайдалы. Бірақ балды жоғары температурада қыздырмау маңызды, себебі пайдалы қасиеттерінің бір бөлігі жойылады. Күніне аз мөлшерде қолдану жеткілікті. Алтыншы орында агар-агар негізіндегі зефир. Бұл жеңіл десерт ас қорыту жүйесіне ауырлық түсірмейді. Ар-өрдеуін плюс юрлыларының атын табыры талшық мұжип сүйблау. Yol ішекшіміз сақсап, анжаны зат көмсіз қау. Мұндай зефир дәстүрлі тәттілерге қарағанда әлде қайда пайдалырақ. Жетінші пайдалы нұсқа – жеміс салаты жаңғақпен бірге. Жемістер дәрумендер мен антиоксиданттарға бай болса, жаңғақтар пайдалы майлар мен омега қышқылдарының көзі. Бұл комбинация ми жұмысын жақсартып, есте сақтау қабілетін қолдайды. Сонымен уақыт тоқтық сезімін береді. Сегізінші орында қара шоколад. Құрамында какао мөлшері жоғары шоколад қан тамырларын қорғауға көмектеседі. Оның құрамындағы флавоноидтар қан айналымын жақсартып, жүрек саулығын қолдайды. Бірақ тек құрамында қант аз, какао мөлшері жоғары өнімді таңдау қажет.
9-нчы орында қансыз дәнді батончиктер. Олар пайдалы көмірсулардың, вей тобы дәрумендерінің және минералдардың көзі. Мұндай батончиктер тез дайындалатын, бірақ зиянсыз тіске басар ретінде тиімді. Пайдалы тәтті үйілсі жексімен. Бұл романтикус сейгір пін пөй геп нежуи тәрі сәттіге саныр. Табу сүйсат бейін плайтап. Енді қанттан бас тартқан кезде ағзада не болатына тоқталайық. Алғашқы күндері адам тәттіге деген қатты құмарлықты сезінуі мүмкін. Әлсіздік, ашушаңдық, бас ауруы байқалуы ықтимал. Бұл қалыпты құбылыс, себебі ағза үйренген энергия көзінен бас тартады. Бірақ уақыт өте келе жағдай жақсарады. Бірнеше аптадан кейін энергия деңгейі тұрақтанып, ұйқы сапасы жақсарып, артық салмақ азая бастайды. Қандағы қант деңгейі реттеліп, жүрекке түсетін жүктеме төмендейді. Ұзақ мерзімде қантты азайту адамның сыртқы келбетіне де оң әсер етеді. Тері жағдайы жақсарып, қабынулар азаяды. Артық салмақ төмендейді, иммунитет күшейеді, эмоционалдық тұрақтылық артады. Әсіресе 50 жастан кейін мұндай өзгерістер өте маңызды. Ал енді көпшілік күтпеген ерекше тәтті туралы айтайық. Ол халва. Халва табиғи тұқымдар мен жаңғақтардан жасалатындықтан, құрамында пайдалы майлар, үрмәнді минералдар көп. Сесуринстым немесе бәсівіш бұйда. Ол қан тамырларын қолдап, блүсі тепі әңәс сікәд. Сонымен қатар ағзаға қуат береді. Халва құрамындағы пайдалы заттар қартаю процесін баяулатуға көмектесуі мүмкін. Бірақ оның калориясы жоғары болғандықтан, мөлшерін бақылау қажет. Әрине, кез келген пайдалы тәттінің де шегі болуы керек. Шамадан тыс тұтыну артық калорияға, салмақ қосуға және басқа мәселелерге әкелуі мүмкін. Сондықтан, басты қағида тепе-теңдік. Табиғи тәттілерді дұрыс мөлшерде пайдалану арқылы тәттіден ләззат алып қана қоймай, денсаулықты да қолдауға болады. Қорытындылай келе, тәттіден толықтай бас тартудың қажеті жоқ. Ең маңыздысы зиянды рафинатталған өнімдердің орнына табиғи әрі пайдалы баламаларды таңдау. Алма, банан, жидектер, мейіз, бал, зефир, қара шоколад, жаңғақ қосылған жемістер, үй йогурты және халва сияқты өнімдер тәттіге деген қажеттілікті қанағаттандырып қана қоймай, ағзаңызға пайда әкеледі. Дұрыс тамақтану шектеу емес, саналы таңдау. Егер тәттіні ақылмен таңдасаңыз, ол сіздің денсаулығыңызға қауіп емес, керісінше қолдау бола алады. Денсаулықты сақтау кейде қарапайым күнделікті таңдаулардан басталады. Сондықтан өз рационыңызды қайта қарап пайдалы тәттілерді өміріңіздің бір бөлігіне айналдыруға болады. Бұл сіздің жүрегіңізге, миыңызға, иммунитетіңізге және жалпы өмір сапаңызға оң әсер етеді.